Кинология қызмет орталығының жұмыс күні таңғы таралымнан кейін басталады. Бастығымыздың нұсқамаларын алып, жұмысымызға кірісеміз. Құрметті әріптестер, бүгін қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында есірткі заты мен жарылғыш затын бойынша қызметтіліктерді жалпы дайындау курсын өздеріңе бекітілген қызметтілікпен атқарыңдар. Бүгінгі тапсырмамыз қызметтік итті жалпы даярлық курсына дайындау. Қызметтік иттің аты Лашын, жасы 2-де. Біз кесу бағыты бойынша жұмыс істейтін. Біз бүгін Лашынға жат, отыр, қасымда бұйрықтарын үйретеміз. Аптасына 3 күн қызметтік иттің көмегімен пошталық жөнелтімдерді тексереміз. Тексерудегі мақсатымыз есірткі және жарылғыш заттардың болмауына көз жеткізіп, қоғамдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қоғамдағы ауқымды мәселелердің бірі есірткі затын қолдану мен тарату болып табылады. Сол себепті біз қызметтік иттерді әртүрлі жағдайларда есірткі затын іздеуге дайындаймыз. Менің қолымдағы есірткі заттарының иіс алмастырғышы мефедрон. Біз қазір осы иісті жасыру арқылы қызметтік иттің жұмыс іздеу қабілетін анықтаймыз. Қызметтік иттер біздің сенімді серіктесіміз. Олар қылмыстың алдын алу, іздестіру және арнайы тапсырмаларды орындауда үлкен үлес қосады. Алдағы уақытта да қызмет сапасын арттырып, тәжірибемізді жетілдіріп, еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін аянбай еңбек етеміз деп сенемін.